Баршаңызға сәлем. Бүгін біз 2014 жылы шыққан «Повар на колесах» атты көңілді комедияның сюжетін талдайтын боламыз. Карл Каспер бірнеше жылдан бері Лос-Анджелестегі мықты Галуаз мейрамханасында бас аспаз болып жұмыс істейді. Ас үйде оған екі аспаз, Мартин мен Тони көмектеседі. Карл ұлын мектептен алып кету үшін жұмыстан ертерек шығып кетеді. Ол өзінің көмекшілерінің онсыз да тамаша жұмыс істейтініне сенімді. Карл әдеттегідей Персиді алуға кешігіп барады. Оның үстіне әкесі балақайға бүгін киноға бара алмайтындарын, өйткені мейрамханаға тексеріспен қаладағы ең танымал фудблогер Рамзи Мишель келетінін және базардан ең жақсы өнімдерді сатып алу керектігін айтады. Карл Персиді өзімен бірге базарға ертіп апарады. Сол жерде ол ұлын бір айдан кейін өзімен бірге Жаңа Орлеанға баруға шақырады. Балақай қуана келіседі және Карлдың бұрынғы әйелі, яғни анасының да қарсы еместігін жеткізеді. Кешке Карл ас үйде қызметкерлерге нұсқау беріп, фудблогерді өзінің шедеврлерімен таң қалдыруды жоспарлайды. Ас үйге мейрамхана хостесі Молли кіріп, Касперге мекеме иесінің оны шұғыл көргісі келетінін ескертеді. Көп ұзамай қожайын Риваның өзі де келіп, Карлға бүгін бәрі мінсіз болуы керектігін ескертеді. Қожайын бас аспазды құрметтейтінін, бірақ қонақтар онша бағалай бермейтін аспаздық эксперименттерден бас тартуын сұрайды. Карл қаламай тұрса да келісім береді. Қожайын кеткеннен кейін, ол басқаларға бүгін мейрамхананың басты классикалық шедеврлерін дайындауды бұйырады. Рамзи мейрамханаға келіп, бас аспаздың тағамдарынан дәм татқан соң, Карл қаладағы басты аспаздық сыншының пікірін асыға күтеді. Ақыры мақала шыққан кезде, Каспер оны барлық қызметкерлердің алдында қуана оқиды. Рамзи ақыры осы аймақтағы ең танымал мейрамханада болып, атақты бас аспаздың туындысынан дәм татқанын жазады. Бірақ фудблогер Каспердің тағамын өте нашар әрі іш пыстырарлық, дәл сондай тамақты оның әжесі де пісіре алатындай етіп сипаттаған еді. Оқ болған соң Карлдың түрі бұзылып, қатты түңіліп кетеді. Бұл жағдайдан кейін бас аспаз есін жия алмай қояды. Ол күнді ұлымен өткізгенімен, ойынан әлгі сұмдық сын кетпей қояды. Каспер түні бойы мәзірге арналған жаңа тағамдардың үстінде жұмыс істейді. Ол мейрамхана қонақтарын таңғажайып дәммен таң қалдыруға үміттенеді. Таңертең Мартин мен Тони шефтің жаңа туындыларының дәмін татып, қатты таңғалады. Көмекшілері кеше твиттерде трендке шыққан Рамзидің жазбасы туралы сөз қылады, бірақ Карл әлеуметтік желілерді қолданбайтындықтан ол хабарламаны көрмеген еді. Таңертеңгі ас үстінде Карлға әріптестерімен болған кешегі әңгіме тыным бермейді. Сөйтіп ол Персиден өзін твиттерге тіркеп, аккаунт ашып беруін өтінеді. Каспер Рамзидің күйрете жазған сыны интернетте нағыз хитке айналғанын білгенде қатты шок болады. Өзін ақтап алғысы келген Карл твиттерде фудблогермен сөз таластыра бастайды. Нәтижесінде бас аспаз Рамзиге мейрамханаға тағы бір рет келуді ұсынып, өзінің жеке ғажайып мәзірін ұсынуға уәде береді. Бас аспаз бен сыншының ұрысына қызығып кеткен твиттер қолданушылары қызық көруді асыға күтіп, осы кешке мекемедегі барлық үстелдерді брондап тастайды. Табысқа жететініне сенімді болған Каспер көмекшілеріне бүгін тек өзінің жеке фирмалық тағамдарын дайындауды бұйырады. Дәл осы кезде Рива пайда болып, аспаздарға ас үйде эксперимент жасауға қатаң тыйым салады да, жылдар бойы өзін жақсы жағынан көрсеткен мәзірдегі тағамды дайындауға бұйрық береді. Қожайынның оның қоластындағыларға бұйрық бергені Карлға ұнамайды және ол өз ас үйін қорғап қалуға тырысып, онымен қызу дауға түседі. Алайда мейрамхана иесі алғаннан қайтпайды және қыңыр бас аспазды жұмыстан шығарып жібереді, Тониге ас үйді басқаруды тапсырады. Кешке мейрамханаға келген Рамзиге дәл өткен жолғыдай тағамдар ұсынылғанда ол қатты таңғалады. Бас аспаздың орнынан кеткенін білген ол бірден твиттерде Каспердің жай ғана қорқып, қашып кеткені туралы жазба жариялайды. Карл мұны үйде оқып, дереу мейрамханаға асығады. Бас аспаз блогерді ауыр сөздермен балағаттап, оның аспаздық өнерді мүлдем түсінбейтінін айтады. Бірнеше қонақ Карл мен Рамзидің ұрысын видеоға түсіріп, YouTubeқа салып жібереді. Ол видео өте көп қаралым жинайды. Каспер Риваға жұмысқа қайта оралғысы келмейді. Оған бұрынғы әйелінің таныс публицисті Джен қоңырау шалып, тозақ ас үйі реалити шоуына бас аспаз болуды ұсынады. Өйткені оларға қазір дәл осындай импульсивті кейіпкер керек еді. Алайда Карл теледидарда сайқымазақ емес, бас аспаз болғысы келетінін түсіндіріп, ұсыныстан бас тартады. Жұмыссыз қалған Каспер Жаңа Орлеанға сапарын тоқтатуға мәжбүр болады. Бұл Персидің көңілін қатты түсіреді. Бірнеше апта өтеді, бірақ Каспер вирусқа айналған видеомен Лос-Анджелестің басты аспаздық сыншысымен болған жанжалға байланысты қалыпты жұмыс таба алмайды. Барлығы бас аспаздан бас тартады. Бірде кешке Карл көптен бері танитын Моллимен кездеседі. Қыз досына өзінің мейрамхана бизнесін ашуға кеңес береді. Өйткені ол ас үйде жоғары деңгейлі аспаз ғой.
Каспер Персиді алуға келгенде соңғы кезде өзін үнемі елемей жүрген әкесін ұлы көргісі келмей. Мұңайған Карл кетпекші болғанда Инес бірнеше күннен кейін Персимен бірге Майамиге ұшатынын айтады. Әйел бұрынғы күйеуіне жұмысы өте көп болатындықтан Персиге қарау үшін олармен бірге баруды ұсынады. Олар кубалық тағамдары бар мейрамханада кешкі ас ішеді. Ол тағамдар оларға өте қатты ұнайды. Дәл осы сәтте бас аспаз Инестің оны неліктен өздерімен бірге сапарға шақырғанының нағыз себебін түсінеді. Әйел бұрынғы күйеуіне көмектескісі келіп, оның басқа бұрынғы күйеуі Марвинмен кездесуін ұйымдастырады. Каспер бизнесмен Марвиннің кеңсесіне барады. Ол бас аспазға ескі фудтракты тегін дерлік береді. Келесі күні Карл фургонды айдап келеді. Ол іші ескірген жабдықтарға толы кір, сасық және тот басқан темір терсек болып шығады. Кажется, там кто-то умер. Каспер ұлымен бірге күні бойы фургонды жуып тазалайды. Содан кейін қажетті құрал жабдықтар мен ас үй техникасын сатып алу үшін аспаздар дүкеніне барады. Олар ауыр пешті ішке қалай кіргіземіз деп ойланып тұрғанда, кенеттен әріптесі Мартин пайда болады. Ол мейрамханадағы іш пыстырарлық жұмысынан шығып, шефке оның жаңа бастамасына көмектесуді ұйғарғанын түсіндіреді. Көп ұзамай үш энтузиаст ескі темір терсекті жарқыраған мобильді асханаға айналдырады. Достар кубалық асханаға баса назар аударуды ұйғарады. Алғашқы клиенттер де бірден табылады. Олар жақын маңдағы нысанда жұмыс істейтін ондаған жұмысшылар. Карл ұлымен аспазды оны шабыттандыратын және көптеген жағымды эмоциялар сыйлайтын өмірінің басты ісі екенін бөліседі. Әкесі Персиге өзінің аспаздық құпияларымен бөлісуді ұсынады және балақай қуана келіседі. Алғашқы сабақтардың бірі жұмысыңды мінсіз істе, не мүлдем істеме. Алғашқы жұмыс күннен кейін ересектер мәзірді толықтырып алып, содан кейін фургонмен бүкіл ел арқылы батыс жағалауға қайтуды, жол жөнекей ақша табу үшін әртүрлі қалаларда кубалық сэндвичтер сатуды шешеді. Каспер ұлының анасымен бірге ұшақпен үйге қайтқанын қалайды, бірақ Перси әкесін өзін осы ерекше саяхатқа бірге алып кетуге көндіреді. Олар жол бойы қай қалаға тоқтамасын. Фургондарының жанына бірден үлкен кезек жиналатын болады. Перси әлеуметтік желілерді әкесімен Мартинге қарағанда әлдеқайда жақсы түсінетін, озық заманауи жас өспірім ретінде Твиттерде олардың суреттері мен геолокациясын шеф Карл Каспер оралды деген хэштегпен жариялап отырғанын түсіндіреді. Атақты әрі атышулы бас аспаз дайындаған тағамдардан дәм татқысы келген адамдар фудтракқа тез жинала бастайды. Балақай оларға нағыз жарнамалық науқан жасап, аш клиенттердің толассыз ағынын қамтамасыз етеді. Жол жөнекей Каспер ұлын аспаздық шеберлікке баулиды, ал ол өзін тамаша қырынан көрсетіп, кіші аспаз деген лақап атқа ие болады. Перси ұзақ саяхаттың әр күнін 1 секундтық видеоға түсіріп отырады. Оның мақсаты Лос-Анджелеске оралғанда бәрін бір роликке монтаждау. Олар ақыры үйге жеткенде Карл Персиге енді өзінің үнемі жұмыста бос болмайтынын, ал ұлына ынта қойып оқу керектігін, сондықтан олардың сирек көрісетінін айтады. Балақай әкесінен фудтракта оған көмектесуге рұқсат сұрайды, өйткені оған аспаздық іс қатты ұнап қалған еді. Алайда Каспер бас тартады, бұл ұлының көңілін қатты қалдырады. Персиден олардың саяхатынан құрастырылған 1 секундтық видеоны алғаннан кейін, Карл оны бірден көріп, көз жасын ұстай алмайды. Ол ұлына қоңырау шалып, егер ол демалыс күндері фудтракта тамақ пісіруге көмектесе алса, өте қуанышты болатынын айтады. Карл мен Мартиннің кубалық асханасында клиенттерден қол үзілмейді. Демалыс күндері оларға тіпті Инес те көмектеседі. Бірде Карл клиенттердің арасынан баяғы Рамзиді кенеттен байқап қалады. Сыншы оның тағамдарына жоғары баға беріп, Галуазда болған оқиға үшін кешірім сұрайды. Содан соң блогер Касперге бас аспаз өз қалағанның бәрін дайындай алатын бірлескен мейрамхана ашуды ұсынады. Аздап ойланған соң Карл келіседі. Жарты жылдан кейін Лос-Анджелестегі өзінің жеке мейрамханасында Карл Инеске қайта үйленеді. Дөңгелектегі аспаз фильмі сіздерге ұнады ма? Пікірлерде бөлісіңіздер. Көргендеріңізге рахмет және келесі кездескенше.